аяқ-қол сүйектерінің сынықтары кезіндегі транспорттық иммобилизация жасауға тәжірибелік дағды қалыптастыру. Бұл жерде қандай қадамдар және не істеу керек? Бірінші қадам бұл студент кіргеннен кейін өзін-өзі коммуникативті дағды бойынша өзін-өзі таныстыру керек. Бұл науқастан келісім алу шарт. Қандай да бір медициналық манипуляция жасау үшін. Келесі қадам, мұғалім қай аймақтың сынығы екенін айтқаннан кейін студент сол аймақтың транспорттық иммобилизация жасауға кірісу керек. Бұл жағдайда біз қарастырып отырған жағдай бұл балтыр сүйектерінің сыну кезіндегі транспорттық иммобилизация. Енді ол үшін бізге қандай материалдар керек? Ол бірінші транспорттық иммобилизацияға арналған Крамер шиналары және дәкелер. Бұл жерде қай аймақтарды қамту керек? Ол аяқтың басынан балтыр сүйектер сынған кезде біз сан аймағының жоғарғы үштен бір бөлігіне дейін бекітуіміз қажет. Ол үшін мынандай жағдайларда біз Крамер шинасына модельдеуіміз керек. Бірінші жағдай бұл төменгі шинаны қойып алу. Ол үшін алдын ала аяқ басының ұзындығына байланысты Крамер шинасын икемдеу. Бірінші. Келесі мәселе жаңағы аяқта Крамер шинасына қою. Икемді тұру үшін. Бұл жағдайда 3 Крамер шинасы пайдаланылады. Келесі Крамер шинасы бұл ішкі жағына қойылады. Ішкі жағына және бас жағын иіп модельдеп ішкі жағына қоямыз. Бұл жерде сыртынан алуға да болады, немесе ішінен алуға болады. Давалық жағдай кезінде бұл адамдар аяқ киіммен болғандықтан қай жағын ала берсінде ол ешқандай сөкеттігі жоқ. Үшінші Крамер шинасы бұл аяқтың сыртынан қойылады. Сыртынан қою үшін де оған модельдер жасаймыз. Модельдер жасады. Аяқтың сыртынан Крамер шинасын қойды. Енді осы жағдайда біз дәкемен орап шығамыз. Бұл мысалға балтыр сүйектер сынықтары кезінде біз санның жоғарғы үштен бір бөлігіне бекітеміз. Осы жерде кейін Крамер шинасын алып келуге болады. Ал егерде ортан жүк сынған жағдай болса, Крамер шинасының ұзындығы, сыртқы шинаның ұзындығы қолтықтың астына дейін бару керек. Ал ішкі шинаның ұзындығы шап аймағына дейін бару керек. Ал астыңғы шинаның ұзындығы жауырын астына дейін бару қажет. Енді негізгі бекіту перифериялық аймақтағы буындарды бекітуден басталады. Әрине, егер аяқ киімде болса, аяқ киімнің сыртынан бірінші буын аймақтарын бекіттік. 8 тәрізді ораммен. Келесіде бұл ары қарай осы қалпымен орай отырып, санның жоғарғы үштен бір аймағына дейін жеттік. Жаңа осы жерден біз бекітіп байладық. Осындай жағдайда балтыр сүйектерінің сынуын транспорттауға болады.